келесі препарат 70-ші препарат ол өңеш препараты. Біз бұл препаратты қараған кезде 40 есе үлкейтетін ұлғайтқышпен қарайтын боламыз. Сол кезде осындай құрылымдарды көреміз. Негізінен 4 қабатын бөліп ажыратамыз. Бірінші қабаты бұл бізде кілегей қабығы немесе шырышты қабығы деп атаймыз. Шырышты қабығында біз 3 бөлімді ажыратып қарастырамыз. Бірінші мына өңеш қуысы. Осы өңеш қуысына қараған бізде көп қабатты жазық эпителийді байқауымызға болады. Одан сыртқа қарай бізде орналасатын өңештің кілегей қабығының меншікті қабаты орналасады. Меншікті қабатында бізде меншікті бездері орналасады. Дәл осы меншікті бездердің біз шығару өзекшесін көреміз. Дәл осы шығару өзекшесі өңештің қуысына шығарады. Әрі қарай бізде келесі қабаты бұл кілегей қабатын, кілегей асты негізінен бөлетін кілегей қабықтың ет қабаты болады. Мынау қабық бізде ет қабаты. Келесі қабық бұл бізде кілегей асты қабаты деп аталады, немесе кілегей асты негізі. Онда біз ажыратамыз кілегей бездерінің секреторлы бөлімдерін. Мінекей мынаның барлығы да кілегей бездерінің секреторлы бөлімдері. Немесе мына жақтан да көрсеңіздер болады. Мынаның барлығы да кілегей асты негізі. Кілегей асты негізінен кейін бізде ет қабаты кетеді. Ет қабатының біз екі түрлі қабатпен қапталған. Ішкі қабаты бұл бізде сақиналы немесе циркулярлы болып орналасады. Сыртқы қабаты бұл ұзына бойлай орналасатын болады. Және де ең сыртын қаптайтын ол сыртқы қабаты дейміз, немесе адвентициальды қабаты қаптайды.